Налян мен Седат екеуі жаңа жұмысына кетіп бара жатады. Фарида батасын беріп жатқан кезде Седатқа Жанна хабарласады, бірақ ол көтермейді. Хайри, сен неге Налянның кеше торт жегісі келгенін айтпадың? Хайри, айтайын дегенмін, бірақ Налян ханым маған ешкімге айтпа деп ескерткен еді. Седат, қымбаттым, бұдан кейін не жегің келсе маған айт, мен сенің күйеуіңмін ғой. Налян, әрине қымбаттым дейді. Седат енді көлікке отырғалы жатқан кезде Жаннадан сообщение келеді. Хайри мен Налянның бірге түскен суретін жібереді. Седаттың есіне кешегі болған оқиға түсіп кетеді. Налян мен Хайри аң-таң болып, Седат мырза, сізге не болды? Седат ашуланып, Налян, біз жұмысқа барып сөйлесеміз. Тез отыр көлікке деп айқайлайды. Рафет пен Селен Музоны іздеп келеді. Кешіріңдер, сендерді мазаламадық па? Жоқ әке, ішке кіріңіз. Селен, Музо, біз тек сенің игілігің үшін ғана жасап жатырмыз. Музо, Селен, сен үндеме. Селен, сен неге мені жауын көресің? Біз бауыр емеспіз бе? Рафет, доғарыңдар. Одан да 1 сағаттан кейін кеңседе сөйлесейік. Рафет Селенге, ол қыздың кім екенін, ата-анасы кім екенін барлығын ізде. Бүгін менің үстелімде болатын болсын дейді. Налян, не болып қалды деп сұрағанда, Седат, мен айттым ғой, кеңседе сөйлесеміз деп. Фарида Налянның бөлмесін ақтаруды бұйырады, біз бір нәрсе табатын сияқтымыз дейді. Хайри Налянға, Седат өзін бұлай ұстамаушы еді ғой, не болып қалды екен? Налян ханым, сіз өзіңізді қорлауға жол бермеңіз, ешкім сізді басынбауы керек деп ақыл айтады. Седат Налянға, Налян, кеттік, сөйлесеміз дейді. Фарида бір нәрсені сезгендей, мен бұл жерден бір нәрсе табатынымды біліп тұрмын. Жақсылап ізде, бір сыйлықтар немесе заттар болуы мүмкін. Бөлменің барлығын түгел тінтіп шығайық дейді. Налян ашуланып, мен сенен соңғы рет сұраймын, не болып қалды дегенде, Налянды сыртқа сүйреп алып кетеді. Седат, не болды дейсің бе? Мен саған сенбеймін. Налян, тоныңды түсіріп сөйле. Седат, не болғанын қара, міне. Екеуің жағажайда не істеп тұрсыңдар? Налян, бұл жерде түсіндіретін еш нәрсе жоқ дейсің бе? Мен бұл жерде ғашықтардың жасырын кездесіп тұрған көріп тұрмын. Мен сенің күйеуіңмін, бұны білуіме хақым бар. Налян, жоқ, сенің хақың жоқ. Мен саған есеп беруге міндетті емеспін. Керісінше сен менен ара қатынасыңды жасырдың. Жаннамен кездескеніңді жасырдың. Жанна менің бала кезден келе жатқан досым деп алдадың. Сосын Мелиса пайда болды. Мен екеуінің бейне жазбаңды көргенмін. Екеуің өте жақын болдыңдар. Мен саған түсіндіруге міндетті емеспін. Сонда да саған түсіндірейін. Хайри тек менің жүргізушім, екеуміздің арамызда еш нәрсе жоқ. Седат ашуланып кетіп қалған кезде Хайри артынан келіп, Налян ханым, бәрі жақсы ма? Налян, бұрынғыдан да жақсымын дейді. Селен Пераның кім екенін анықтауға кіріседі. Фарида бөлменің бұрыш-бұрышын жақсылап қарайды, тіпті жастықтардың арасына дейін. Хафеш жастықты сілкілеп жатқан кезде бір хат түсіп қалады. Кәне маған бер деп хатты ашып қараса, Хайридің жазғанын көріп шок болады. Селен, сен әлгі қыз туралы анықтадың ба? Жоқ әке, мен анықтаймын. Музафир ызамен кеңсеге келіп, әке сізді сыйлағаннан келдім дейді. Селен енді сөйлеге жатқан кезде оның аузын жабады. Әке тыңдаңыз, мен енді бұрынғыдай. Сізге ол қыз ұнай ма, ұнамай ма, мен шешім қабылдап қойдым. Енді менің өміріме араласуларыңа жол бермеймін. Мен бұл жерден кетемін. Музо, сабыр сақта. Істі бұлай ашумен шеше алмаймыз. Біз бір отбасымыз дегенде. Музо, иә, біз отбасымыз. Бірақ Седатқа, Налянға, апама қараңыз, бәрі бақытсыз. Бірақ оны айтпаймыз. Неге? Себебі қорқамыз. Енді ешкімнен қорықпаймын деп Музо алқынып-жұлқынып кетіп қалады. Жолда Налянды көріп екеуі сөйлесіп тұрады. Отбасымыздың барлығы сен үшін алаңдап жүр. Жоқ, мен енді біреу үшін емес, өзім үшін өмір сүремін. Селен Налянды көріп, енді бақыттысың ба? Музо бізден бір жола кетпекші. Селен, тыңда, оған менің қатысым жоқ. Ол ересек адам, ол өзі шешім қабылдады. Мен айтқаннан кейін істеді деп ойлайсың ба? Деп Селеннің аузын жауып тастайды. Биллер қуанып, сен Селенді өз орнына қойып тастадың. Седат фотоны көргенде не істеді? Ол көп нәрсе айтты, бірақ мен оған айтып, оны да өз орнына қойдым. Сен осыны Хайри айтқаннан кейін істеп жүрсің бе? Налян, жоқ, мен өз қалауыммен істедім дейді. Седат офиске келіп, Налян, біздің кетуіміз керек, жұмысымыз бар. Түсірілім бізді күтіп тұр дейді. Гүлжихан отбасына қайта оралады. Мен туған жерімде болсам да, мен өз отбасымды қатты сағындым. Селен Пера жөнінде ақпаратты алып келеді. Әке қараңыз, оның әкесі Джавид көкенің бұрынғы серіктес екен, ал анасы сіздің группаласыңыз Первин екен. Біз енді туысқан болатын болдық. Оның отбасы жақсы сияқты. Әкесі қатты таңғалып бесеңгіреп қалады. Бірден Первинге звондап, кәне кездесейік, екеуміз сөйлесуіміз керек дейді. Жанна ханым, сізбен біреу кездесуге келіп тұр. Ол кім деп қарайды. Хайриді көріп үйіне кіргізеді. Седат мырза, Налян ханым, бір-біріңізге жақын тұрыңыздар. Суретте әдемі көріну керек. Екеуі ұрсып қалған ба?
Олар күнде ұрсады. Фарида ханым, енді не істейсіз? Не істейтінімді білмеймін, бірақ бір нәрсе ұйымдастырамын. Ол бұл жерден кетпейінше еш нәрсе шешілмейді. Бұл жөнінде ешкім білмеуі керек. Хайри мырза, мұнда не үшін келдіңіз? Әлде Налянмен қол ұстасып тұрған сурет жайында келдіңіз бе? Иә, Седатқа жіберген суретіңіз үшін келдім. Енді не істеу керек екенін сенен сұраймын ба? Біз Седатпен доспыз, оның әйелі не істеп жүргенін білуге хақысы бар. Кім түсірсе де оны оңдырмаймын. Сен не, мені қорқытып тұрсың ба? Бұл тек келісім дейді. Гүлжихан ханым, келдіңіз бе? Сізді енді ешқайда жібермеймін. Фарида: Гүлжихан ханым, келгеніңіз жақсы болды, дәл уақытысында. Онда не болып қалды? Узо балаңыз өткенде қыз есіңізде ме? Сол қызбен бірге қашып кетті. Не айтып тұрсыңдар, деп Гүлжиханның жүрегі ауырып кетеді. Первин мен Рафет кездесуге келеді. Не жөнінде сөйлескің келді? Кәне айт. Рафет: сенің келуің, қызың мен Узоның кездесуі сен үшін бір түрлі көрінбей ме? Бұл сенің жоспарың емес пе? Екеуінің таныс екенін білемін, бірақ жұп екенін білмеппін. Рафет: біз екеуміз ешқашан туыс бола алмаймыз. Мен оларға қарсымын. Не істесе де екеуін ажыратуға тырыс. Сен неге қорқасың, екеуміз жайлы біліп қояды деп пе? Узоға әкесі хабарласып: Узо балам, екеуміз сөйлесуіміз керек, бұл өте маңызды. Көзбе-көз жүздесуіміз керек. Әке, не туралы сөйлесеміз? Первин бірден Пераға хабарласып: Узоны ақыры қаратыпсың ғой, неге маған айтпадың? Жаңа ғана Рафет маған айтты. Рафет мырза, мен жайлы біліп қойды ма? Рафеттің естігенде түрі қандай болғанын білсең ғой. Сөйлесіп тұрған кезде Узо келіп қалады. Пера естіп қойды ма деп қорқып кетеді. Гүлжихан жылап сықтап: әлгі мыстан менің баламды қайда алып кетті? Бір көргенде ұнап еді. Фарида Гүлжиханға: оның ісіне араласпауымыз керек, ол ересек адам, ол өзі біледі. Рафет келіп: Гүлжихан, қалың қалай, деп құшақтасады. Маған менің баламды үйге алып кел. Рафет: уәде беремін, мен бұл жағдайды шешемін, дейді. Седат ашуланып: әлгі жүргізуші қайда? Ол отбасылық жағдаймен шұғыл кетті, дейді. Налян барлығы дұрыс па екен деп уайымдап қалады. Хайри әлгі түсірген журналистке келеді. Бауырым, сенімен сөйлесуім керек, дейді. Машинадан шығарып оны ұрып тастайды. Налян бөлмесіне кірген сол еді. Фарида бірден оны сұрақтың астына алады. Мынау жайлы не айтасың? Не жайлы дегенде хатты көрсетеді. Налян ашуланып: апа, жетер енді. Мен Седатқа да сізге де есеп беріп шаршадым. Қанша жерден жақсы болайын десем де ешқайсыңызға ұнамадым. Ақыр соңында кінәлі өзім болып қалдым. Седат үнемі бақытсыз. Менің сәбиім өлді, әкем өлді. Тағы да кінәлі мен болып қалдым. Неге үнемі мен? Айтшы маған, мен қатты шаршадым. Седатқа Хайримен түскен суретімізді Джанна жіберіпті. Сонда олар әлі араласып жүр ме? Ол мені біреумен кездесіп жүр деп ойлайды. Негізінде ол өзі сондай опасыз адам. Пера Узоға: мен сенімен болған 3 күнде өте қатты бақытты болдым. Бірақ отбасы біз үшін маңызды. Узо: маған сенесің бе, дейді.